сыни ойлау және медиа қауіпсіздік. Дүниежүзілік экономикалық форумның зерттеуіне сәйкес 2020 жылы сұранысқа ие болған дағдылар мен қабілеттер арасында сыни ойлау екінші орында тұр. Ал күрделі мәселені шеше алу қабілеті бірінші орында. Қазіргі заманның адамына сыни ойлау не үшін маңызды? Дүниежүзінің дамыған және дамушы елдері жаңа цифрлы қоғам құру жолында келеді. Соның нәтижесінде түрлі салада адамның орнын робот баса алатын жағдайға жетті. Компьютер жүйесінің құдіреті күннен күнге күшейіп жатыр. Демек, жұмысынан айырылатын адамдар саны да өсе береді. Онда роботқа қалай төтеп беруге болады? Адам мен роботтың айырмашылығы ой санасында. Компьютер алдын ала жазылған алгоритмнен асып түсіп ойлана алмайды. Ал адам өзгеріске икемделеді, сыни ойлай алады. Сыни ойлайтын адамда мына қасиеттер болуға тиіс: дәлелсіз ақпаратқа сенбеу, талдау, дұрыс сұрақ қоя білу, шешім шығару. Кез келген жаңалыққа күмәнмен қарайтын, сыни тұрғыда ойланып, талдау жасап, шешім шығаратын адамның медиа сауатта жоғары болатыны белгілі. Кейінгі кезде халықаралық PISA емтиханы оқушылардың білім деңгейін көрсететін бірден-бір құралға айналды. Себебі бұл емтиханда оқушының функционал білімі сыналады. Яғни мұнда тапсырмаға сараптама тұрғысынан қарап, не үшін, неге, қалай деген сұрақтарға жауап беру керек. Жоғары баға алу үшін оқушының сыни ойлау қабілеті жоғары болуға тиіс.